Қазақтар мына Қазақстанда Бақытжан Базарбек деген бір алаяқ депутат бар ғой. Ана Ринат Зайытов сияқты алаяқ қой, ол да соны, короче, былай істейміз, соны ұстап алып, түрмеге соттаймыз, түрмеге жабу керек, ол алаяқ десе, ол халықты алдап жүр. Ол Тоқаевтың қолы шешеңі Бақытжан Базарбек деген бар ғой. Оны ұстап алып, түрмеге қамап, соттау керек, 10 жылға соттаймыз, мүлкінің бәрін тәркілейміз. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ. Тек қана халықты алдап, халықтың вниманиесі басқа жаққа бұрып, өтірік жаңағы видео түсіріп, сөйтіп өтірік халыққа жаны ашыған азамат болып жүрген сымақ қой, бірақ оның ішкі ниеті арамы ол. Ол өте алаяқ адам негізі. Бақытжан Базарбек негізі түрмеде 10 жылға сотталуға лайық. Потому что ол Тоқаевтың құлы, Тоқаевтың табанын жалап жатыр ғой ол. Табанын жалап жатыр ғой Тоқаевтың ше. Тоқаевтың артына кіріп жатыр ғой, тесік қамады ғой, Тоқаевтың артына кіретін бар ғой ше. Енді Тоқаевтың артына кірейін деп жатқан кезде Бақытжанның аяғы шығып тұратын шығар, Базарбектің деймін да. Қиын болды ғой байғұстарға ше. В общем, Тоқаевты да, Базарбекті де бәрін түрмеге соттайық. Ол керек емес бізге, халыққа ше. Ондай адамдар бізді тек қана алдап, біздің ақшамызды ұрлап, тонап, жаңағы шетелге қашу олардікі ше. Одан кейін былай істейік, мына утилизбор мен первичный регистрацияны ашы жаңағы алып тастайық, 0 қылып. Соны талап етейік халқым. 5 қаңтар 2026 жылы сағат 12-де Акимат Ақорданың алдында бейбіт шеруге шығамыз, талап қоямыз. Тек қана халықтың жаңағы талабы жаңағы дұрыс қойылса, 500 мың халық көшеге шықса бейбіт шеруге, сол уақытта халықтың талабы орындалады, Алла қаласа. Сол үшін халқым ұйықтамайық, бірігейік, оянайық, ауызбіршілік болсын. Алға Қазақстан, алға.